Мадира, дефицит болып жатыр ғой бізге. Иә, біз өзіміз боламыз ғой. Жоқ, негізі сайласақ Уақытылы бастап кетуіміз керекпіз. Естіліп тұр ғой барлығы, иә, бастай береміз сонда. Рахмет. саламатсыздар ма? Қоғамдық тыңдаудың төрағасы Тереңшек кентау әкім аппаратының өкілі Бакирова Индира Аманбекқызы. Бүгінгі ашық жиналысқа біз Қазпетрол Групп жеке шаруашылық серіктестігінің оңтүстік Қайыркелді кен орнында атмосфераға ластаушы заттардың рұқсат етілген шығындыларының шекті нормативтік жобасын талқылайтын боламыз. Қоғамдық тыңдаулар өткізу регламентін бекітейік. Бірінші, қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу. Екінші, келісілген уақытта қоғамдық тыңдаудың ашылуы. Үшінші, баяндамашылардың сөз сөйлеуі. Төртінші, баяндамалар талқылау. Бесінші, баяндамалар бойынша қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары тыңдалады. Алтыншы, қоғамдық тыңдауларды қорытындылау. Регламент бекіту туралы қатысушылардың шешімдері. Енді кезекте ұсыныстарыңыз болса, көпшілік дауыспен хатшыны таңдап жіберейік. Ұсыныстарыңыз бар ма хатшыны сайлауға? Кімді сайлайсыздар? Тұрғындардың арасынан. Ондай болса, Жүсіпова Гүлназды таңдаса қарсы емессіздер ма? Қолдарыңызды көтеріңіздер. Қоғамдық тыңдау ашық деп жариялаймын. Саламатсыздар ма, құрметті қоғамдық тыңдау қатысушылар. Менің есімім Жүсіпова Гүлназ. Осы баяндамашымын. Бүгінгі тақырыбымыз ашық жиналыс оңтүстік Қазпетрол Групп жауапкершілігі серіктестігі оңтүстік Қайыркелді кен орнына арналған атмосфера ластаушы заттан рұқсат етілген шығарындылар нормативтерінің жобасын талқылайтын боламыз. Оңтүстік Қайыркелді кен орны Қызылорда облысы, Қызылорда қаласынан Қызылорда облысы Сырдария ауданында орналасқан, Қызылорда қаласынан 150 шақырымда қашықтықта орналасқан, Тереңшек кентінен 120 шақырым қашықтықта орналасқан. Мүлік аумағында тарихи мәдени мұра объектілері, оның ішінде сәулет археология объектілері жоқ. Жобаланған нысан ерекше қорғалатын табиғи аумақтарда және мемлекеттік орман қорлар жерлерінде тыс жерде орналасқан. Атмосфералық ауасына келетін болсақ, алдын ала есептеулер нәтижесінде оңтүстік Қайыркелді кен орнын пайдалану кезінде ауа ластану 143 көздер анықталды. Оның ішінде 47-сі ұйымдасқан, 96-сы ұйымдаспаған көздер болып табылады. Нәтижесінде атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың жылдық мөлшері 357,5 тоннаны құрап отыр. Пайдалану кезінде ластаушы заттардың шығарылған көздерінің көмірсутектердің ағып кетуіне болдырмау мүмкіндік беретін реттеу клапандары және фланцтер қосылыстар нығыздау шаралары қарастырылған. Осы шаралар нәтижесінде жылдық экологиялық әсер 24,4 тоннаны құрап отыр. Қосымша пештерді газ жүйесін тазалау, сүзгі элементтерін жуу, тазалау және ауыстыру шаралар нәтижесінде күкірт диоксиді 0,5019 тоннаға қысқарылады. Бұнымен қатар қосымша қоршаған ортаны қорғау бөлімдері де қарастырылып отыр. Айта кетсек, бірінші жоба оңтүстік Қайыркелді кен орнын пайдалану нормаларын бұрғылау жобасы бойынша құрылыс кезінде 12 көздер анықталды. Оның 6 ұйымдасқан, 6 ұйымдаспаған болып табылады. Зиянды заттарының жалпы мөлшері 20,93 тоннаны құрап отыр. Екінші жоба оңтүстік Қайыркелді кен орны, Нұралы кен орны УПМ-ге дейінгі кәсіпшілік аралық газ құбыры 2 кезең жұмыс жобасы қарастырылып отыр. Онда 12 көз анықталып отыр. Оның 4-і ұйымдасқан, 8-і ұйымдаспаған болып табылады. Зиянды заттардың жалпы мөлшері 0,13 тоннаны құрап отыр. Оған қоса тағы жобамыз 2025 жылға Қайыркелді және Тауыр кен орны тобын жайластыру жобасы бойынша бұл 19 көздер анықталды, оның 4-і ұйымдасқан, 12-сі ұйымдаспаған. Жалпы зиянды заттардың мөлшері 0,13 тоннаны құрап отыр. Атмосфералық ауадағы зиянды заттардың жер деңгейінің концентрациясы есептеу нәтижесіне сүйене отырып, ауаның ластануы тек объектінің аумағында болады және ауданның экологиялық жағдайына айтарлықтай үлес қоспайды деген қорытынды жасауға болады. Су ресурстарына келетін болсақ, сумен жабдықтау жұмыс жасап тұрған 2 су ұңғымасы жүзеге асырылады. Жұмысшылардың ауыз су қажеттілігі су тасымалдау арқылы бөтелкемен
сумен жүзеге асырылады. Оңтүстік үш жобасы бойынша бұлардың да су мөлшерін айтып өтейік. Оңтүстік Хайыркелді кен орнын пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жобасы бойынша жұмыс жобасы кезінде шаруашылық тұрмыстық қажеттілік үшін суның және ағынды сулардың көлемі 105,6 текше метр суды құрап отыр. Екінші жоба оңтүстік Хайыркелді кен орны Нұралы кен орнының УПМ-ге дейінгі кәсіпшілік аралық газ құбырының екінші кезең жұмыс жобасы бойынша шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктер су қажеттілігіне 432 текше метр суды құрап отыр. Үшінші жоба 2025 жылғы Хайыркелді және Тауыр кен орны тобын жайластыру жобасы бойынша құрылыс кезінде суды пайдалану жалпы судың көлемі 144 текше метр суды құрап отыр. Құрылыс жұмыстары кезінде мердігер биотуалет кабиналарды пайдалану. Пайда болған ағынды сулар Хайыркелді кен орнында орналасқан биологиялық тоғанға тасымалданады. Өндірістік және тұтыну қалдықтарына келетін болсақ, оңтүстік Хайыркелді кен орны жұмыстарын орындау барысында келесі қалдықтар түзеледі: майланған шүберектер, люминесцент лампалар, қалдық майлар, мұнайланған шламдар, қатты тұрмыстық қалдықтар, қара металдар сынықтары, электродтардың қалдықтары, пайдаланған бөшкелер, бұрғылау қалдықтары, құрылыс қалдықтары, пайдаланған қаптар. Жалпы жоба бойынша 348,2 тонна құрайды. Бұған қоса үш жобаның көлемін айтып өтейік. Оңтүстік Хайыркелді кен орнын пайдалану ұңғымаларын бұрғылау жобасы бойынша жұмыс кезеңінде 2129,8 тоннаны құрап отыр. Оңтүстік Хайыркелді кен орны Нұралы кен орны УПМ-ге дейінгі кәсіпшілік аралық газ құбыры екінші кезең жобасы бойынша 9,7 тоннаны құрап отыр. 2025 жылы Хайыркелді және Тауыр кен орны тобын жайластыру жобасы бойынша қалдықтардың жалпы көлемі 1,106 тоннаны құрайды. Қалдықтардың жиналуына қарай қауіптілік сыныбына сәйкес қалдықтардың әрбір тобына арналған контейнерлерге жиналады және келісімшарт негізінде қалдықтарды қайта өңдеу лицензиясы бар мекемелерге беріліп отырады. Апаттардың ықтималдығы. Технологиялық нұсқаулықтарға сәйкес көзделіп отырған қызмет объектісін пайдалануға авариялық шарындар мүмкіндігін болдырмайды. Жобада қоршаған ортаға антропогендік әсерді азайту мүмкіндік беретін бірқатар шаралар қарастырылған. Осы шараларды ескерген жағдайда ғана қоршаған ортаға айтарлықтай әсер етуі көзделуде деп қорытынды жасауға болады. Осымен баяндамам аяқталды. Сұрақтарыңыз бар болса жауап беруге дайынбыз. Онлайн қосылып отқандар. Саламатсыздар ма? Саламатсыз ба? Так. 0,03,28 миллион метр куб кен орны, Хайыркелді Южный кен орны бойынша алауда газ жағылу қарастырылған екен. Осы нені сжигание газа рұқсат алды ма? Разрешение алынды. Замечание берілген күні салынады. 12-ші күні ноябрьда. Сосын мына жерде ше не қарастырылған екен? Переходящий проект, Роспроекттер ма мынау қайтып салғандарыңыз? Роспроекттер. Былтырда жүрген екен, не? Нұралыға газопровод. Бұл жерде бұл межпромысловый газопровод 3 этаптан тұрады. Бірінші этап өткен жылдар бітті. Ол бойынша 10 ГПУ қарастырылып салынды. Енді екінші кезең бойынша бізде 3 ГПУ салынады. 3 контейнер салынады, ішінде 6 ГПУ қарастырылған. Енді үшінші кезең болашақта болады, ол бірақ басқа жоба. Новыйдан салынған екен ғой, өткені былтырғы проектісін қарасам, осындай жоба қарастырылған екен. Атау осы, бірақ екінші кезең деп жазып тұр. Дұрыс. Жоқ. УПР сұрақтарыңыз бар ма? Саламатсыздар ма? Еді. Айта беріңіз. Сұрақ жоқ. Рахмет.
Сосын ше сұрап жүрейін дегенім ше. Бір сұрап жүрейін деп едім. иә Нефтешлам есептеген екенсіздер 260 тонна. иә Соның қандай негізі есептелген объемы немен бе? Планмен есептелген ғой, иә бұл жерде плановый резервуарларды тазалау қарастырылған, және онан бөлек бізде қор мекемесінің территориясында тұрған резервуарлар бар, 1000 кубтықтан 2. Соның да нефтешламы кіріп тұр. Программа управления автоөлімінің ішінде жазылып тұр бар. Есебі тұр. Нефтешлам. Жақсы. Саламатсыздар, рұқсат болса? Саламатсыз ба? Саламатсыз. Сет дұрыс болмады ма? Шаққа қосылдым өзім. Жоқ, мен сұрақтарға жауап беріп жатыр, көрмей қаппын, қостым. Шаққа қосылдым мен. Мен бір сұрайын дегенім, жаңағы жобаны қарап, есім Айбол болады, Серікбаев Айбол, мен Байтақ. Атқарушы хатшысы Қызылорда облысы филиалының. Қандай не деп айтып жүрсіз, организация? Байтақ Жасылдар партиясы. Иә. Айта беріңіз. Бұл жерде жоба бойынша менің түсінгенім екі не қарастырылған, межпромысловый газопровод от Хайыргелді Южный до УПН месторождений Нұралы. Яғни бұл бойынша газопровод соғасыздар Хайыргелдіден Нұралыға дейін. Дұрыс түсіндің ба? Дұрыс. Дұрыс түсіндіңіз. Бірінші, бұл жоба бойынша 3 кезеңнен жатырады, алдында атап өткендей. Бірінші кезеңде сол газопровод барлығы өтті, 10 ГПУ салынды. Енді екінші кезеңде тек қана 3 контейнер ғана қарастырылады. Атауы дәл солай қалады, бірақ задание на проектирование бойынша екінші кезең деп аталады, ода тек ГПУ ғана кіріп тұр. Ол демек уже басқа кезеңдері өтіп кетіп отыр ғой. Сіздерге екінші кезең неге отырсыздар? Өте дұрыс айтасыз, иә. Ол қай жерден салынып жатыр контейнеріңіз? Контейнер бізде энергоблок бар, Южный Хайыргелдіде. Сол жерде өзінің арнайы площадкасы бар. Жалпылама месторожденияларға электричество беретін арнайы энергоблок деген площадка ғой. Мынау газопроводты жүргізіп қойып отырсыздар уже. Газопровод 2023 жылдары 24 жылдары өтіп кетті. Құрылысы салынып кетті. Иә, салынып кетті. Болды, жақсы, рахмет. Рахмет сізге. Басқа тағы. Кімде қандай сұрақ бар? Сұрақ жоқ, УПР. Басқа тағы кіріп атқан, онлайн кіріп атқандар бар ма? Аққымыз бір қарап жүрсе? Онлайн кіріп жатқандар жоқ. Жоқ па? Осы отырған кісілер. Хорошо. Тұрғындардан жоқ болса онда. Енді басқа сұрақтарыңыз болмаса, қоғамдық тыңдауды жабық деп жариялаймын. Келіп қатысқандарыңызға рахмет. Жақсы, сау болыңыздар. Рахмет.